Ал енді міне бүгін Сәкен қонаққа келем деп Сәкенге енді неше түрлі тағам дайындадық енді. Осы жолы енді пирожки дайындадық. Анау студенттік заманда студент кезді бір еске алайық деп сол қандай пирожки екенін деп ойланып келе жатқан шығар. Не тамақ пісіреді екен деп. Сол пирожки пісіреді екен. Енді оның размері енді 45-ші размер. Кезінде студент кезімізде біздің Сәуле Шәкенбаевна ұстазымыз хордан береді. Біз ол кезде студентпіз, қарны аш, таңертең келеміз, 4 сағат сол репетицияда боламыз. Сол кезде ол кісі бізге пирожки пісіріп әкеледі. Сол пирожки дайындап қойдық енді. Сәкен не дейді екен? Сәкен бар ма екен өзі? Міне келе тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Бәке, родной, қалайсың? Жеттің бе өзі? Жеттік. Мал жан аман ба өзі? Аман есен бәрі. Белоголовый аман ба бәрі? Белоголовый, сәлем айт. Сәкен белоголовый өсіп, совсем белый болып кетті. Сәлем айтып отыр белоголовый. Бәрі жақсы, ойдағыдай. Сол енді мынау үйде жұбайым енді арнайы тағам дайындап отыр. Енді сен бүкіл тағамның бәрін дәм татып көрдің енді. Небір ресторандарда болдық қой, небір сондай бір эксклюзивный тағамдардан дәм татып көрдің ғой. Осы жолы енді біз арнайы саған сен келеді деп өткенде еске алып деген секілді ана жұбайым пирожки пісіріп алды. Сәкен, пирожки. Пирожкinin размері 45. Ассалаумағалейкум. Ансар қалайсың? Ай, жаным сол. Сәлеметсің қалай? Ай, жаным сол, қалдарың қалай? Міне жұбайым бүгін міне пирожки пісіріп отыр. Меня не снимай. Пирожки пісіріп отыр міне. Сол пирожкиден дәм татайық деп енді 45-ші размер осындай болады ғой дейме? Соны еске алайық деп бір ана хорда ән айтқанымызды еске алайық деп, енді ұстаздарды еске алайық деп сол бүгін осындай бір жақсы бір көңілді деген секілді. Сәкеннің хорда тұрғанын еске алып жатыр ғой. Әгі домбыраны оң аяғыңды қойасың ғой, былай ойнайсың ғой, ол ұйықтап қап жаңағы экзаменге керісінше қойған ғой. Домбырасы келмейді. Ұйқылы ояу ойнайды деп отыр. Айналайын аяғымды сүртейді. Шалбары қысқа. Көрші баланың шалбарын киіп алған ба? Көйлегі сап-сар. Ой, студенттік кез ай. Ақ көйлек сары болып кеткен. Бір көйлегімден. Біреуіміздің көйлегін біреуіміз киген заман өтті ғой сен. Қазір айтсаң сенбейді енді. Макси чай ішіңіз. Лимонад. Совет өкіметінің кезде лимонад деген керемет болады. Осыдан басқа енді артық бір не болған жоқ бізге. Лимонад десе тура деген. Бәке, пирожкиден басқа ештеңе жоқ па? Пирожки жей алмаймын мен. Сол кезде тойдым пирожкиға. Сол кезде енді айтатын болсақ енді хорда ән айтамыз ғой. Күнде хор. 4 жыл оқыдық. Музыка и пение факультеті. 4 жыл ән айттық хорда. Сонда қыздар құлақ болады талып. Ашпыз ғой енді. 90 жылдардың аяғы. Қыздар талып болады. Қайта талып болады. Содан енді мұғалімдеріміз бар. Байжанова деген бар. Сәуле Шәкенбаевна. Алмагүл Амантаевна. Сметова, Ол кісіге көп рахмет. Папандопола Михаил Павлович деген бар. Солар Мейрам Идрисович домбыраға үйреткен. Алғысымыз шексіз. Ермекбаев Мейрам Идрисович бар. Бағлан Жеңешайында бар. Енді біраз ұстаздар оқытты бізді, шынымен де енді. Мықты музыканттар оқытты. Сол кезде енді солар шешім қабылдады, бәке.
осы хорда айтатын балаларға енді бірінші, екінші, үшінші, төртінші курс бәрі хорда айтады ғой. Бәріміз қосыламыз сол кезде. Бүкіл курс қосылады хорда. Ол кезде біз общежитиеде тұрамыз. Общежитие. Бір керемет кездер ғой, жастық шақ. Содан не керек? Бір шелек пирожки пісіріп әкеледі, 42-ші размер, 45 па енді білмеймін енді, ағыл тегіледі. Содан бір пирожок ұрып аламыз да ән айтамыз 90 минут. Аяқтан тік тұрып 5 минут па 10 минут пауза болады енді перемена. Сосын енді 90 минут тұрып дон диги дон диги дон диги 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 дон 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 диги дон диги дон диги 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 дон деп бересің. Сол кезде енді кейбіреулер келмей қалады ғой. Қыздар бар, ұлдар бар келмей қойды. Сол анан пирожогын қаласамыз. Анан пирожогын мен жеймін жігіттер. Ол кезде жатақханада тамақ жоқ, жаңағы аштық кезі ол кезде. Совет өкіметі құлаған кезі, қиын заманда біз студент болдық. Қазір балаларға, жастарға айтсаң, ерте кіріп көр. Шама келгенше сол кезде енді тіршілік жасап өзімізше кім болып істемедік жаңағы. Есік алдында сыпырдық, жаңағы сторож болдық, грузчик болдық. Шүкір Аллаға шүкір. Мың алғыс Алла тағалаға осындай күнге жеткізгеніне осы бізді. Шүкір Аллаға. Содан ана пирожокты жеп, в общем, ән айтамыз. Соны талмайтын болды қыздар. Әйтпесек, әрбір хор сайын енді күн ара бір қыз құлақ болады, содан кейін скорый шақырады, оны носилка келеді, скорый келеді, носилкамен оны ана бәленбай этаждан түсіру керек. Ана скорый помощьқа тиеу керек ана қызды, в общем, енді аш қыз ғой енді. Талып қалады бейшара. Біз енді шыдаймыз ғой, ұлдар болғаннан кейін, ялғанда шыдайсың енді. Сондай нәрсе болады екен енді. Ән айтқанда адам энергиясы кетеді дегенде, аш бала мен тоқ бала ойнамайды, тоқ бала аш балам деп ойламайды деген әңгіме ғой енді. Сол талып қалады екен. Содан пирожок кеп жақсы болды енді. Пирожок кеп жанымызды құтқарып, жаңағы келмес екен деп тілейміз енді хорға. Ана адам мына бала келмес екен деп, соның пирожогы бізге бұйырады, сол 2-ге бөліп, 3-ге бөліп, сол келмеген адамдың пирожогын жеп аламыз. Сонымен ән айтамыз. Сөйтіп өмір сүрдік енді. Содан енді жеңешай болдық. Ары қарай енді өміріміз жалғасты. Сол енді қадірменді ағайын. Сондықтан да ашықты да көрдік енді. Сонымен дәмін білесің де, соның қадірін білесің. Әрбір кішкентай бір бөлшек бір нанның сол кезде табылмады бізге. Біз бір бөлшек нанды сол, жүгіріп жүріп, мына біздің жатақханада іздеп табылады. Бір кішкене ғана бөлшек. Соған риза болатым. Сол нанды ана шәкірлі майына тамызып тұрып жейтіміз. Сол біздің түскі ас болады ғой. Ал анау қарлығаш деген болды сол кезде. Ол біз үшін 5 фармақ болады ғой. Қарлығаш деген не ол? Спагетти. Не ғой анау? Қазір анау. Спагетти ғой. Спагетти емес анау. Лапша ғой, лапша. Лапша. Бигбон. Бигбон деген сол кезде. Ол кезде қарлығаш болады. Ол бізге жаңағы 5 фармақ болады. Сонымен че, анары пирожки дайындап отырмыз ба? Барайық. Ана суық болады. Жең келсе дейсің, жең келмесе жейсің. Кеттік.